Қазақстанда 14, 15 және 16 ақпанда Каспий жұма бүкіл халықтық тиімді сатып алу мерекесі өтеді. Алдағы оқиға туралы толығырақ тілшіміз баяндайды. Көктемге небәрі 2 апта қалды, күн жылынып, Наурыз мерекелері өтеді. Бұл жаңа зат сатып алуға болатын да кезең. Қазақстандықтар ең жақсы және тиімді затты Каспий жұмада сатып алуға болатынын біледі. Бұл жолы дүкендер жаңа топтамалар әзірлеген. Сондай-ақ қосымша жеңілдіктер мен бонустар ұсынуда. Біз өзіміз осы Қазақстанда, Алматыда өндіріп, қазір жұмыс істеп тұрған 4 дүкеніміз бар, 4 қалада. Сол дүкенге апарып сатамыз. Біз Каспий жұмаға қазір 10-нан астам рет қатыстық. Оның пайдасы бір апталық айналымды біз 3 күнде шығарып, және де сол шығарған айналымды жаңа топтамаларымызды шығарып, өзіміздің тұтынушыларымызды қуанталамыз. Каспий жұмаға біз алғаш рет қатысайын деп отырмыз. Сол себепті біз Каспий жұмаға арнап біздің клиникадағы ең жоғары сұранысқа ие косметологиялық пакеттер жиынтығын ұйымдастырдық. Сонымен қатар балаларға, ер адамдарға және әйел адамдарға арналған чекап жиынтықтарын дайындадық. Мы представляем. Біз табиғи тастар салынған зергерлік бұйымдарды ұсынамыз, және бұл әшекейлердің барлығы осында. Дәл Қазақстанда, яғни біздің өндірісте жасалған. Каспий жұмамен көптен бері жұмыс істеп келеміз. Біз үшін бұл әрине жақсы мүмкіндік. Сол үшін жаңа топтаманы, жаңа зергерлік бұйымдарды дайындауды бастадық. Бұл адамдарға, мысалы, жастарға жақсы бағамен сатып алуға мүмкіндік. Каспий жұмаға жеткізу қызметтері де дайындалуда, жұмыс күшін көбейтіп, процесстерді автоматтандыруда. Біз Каспий жұманы асыға күтудеміз, толықтай дайынбыз. Біздің қоймамыз 2 есеге үлкейген. Осы Каспий жұмаға дайындық ретінде қосымша маман иелерін жұмысқа алдық. Біз қазір орталық хабта тұрмыз. Міне қараңыз, бәрі автоматтандырылған. Бұл орталық хаб Каспийдің тауарларын Қазақстанның барлық қалаларына жеткізеді. Каспий жеткізу бүкіл ел аумағында 10 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтып отыр. Олар жеткізушілер, жүргізушілер, сорттаушылар және басқа да қойма қызметкерлері. 3 күн ішінде қазақстандық шағын бизнес кірісін бірнеше есеге арттырады. Бұл кәсіпкерлердің дамуына және жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Бүкіл халықтық тиімді сауда мерекесі ертең басталады. Хош иістер мен косметика, әшекейлер, киім мен аяқ киім, заманауи гаджеттер мен тұрмыстық техника. Әркім өзіне ұнайтын нәрсені табады. Каспий жұма 14, 15 және 16 ақпанға дейін жалғасады. Нұргүл Нұрланқызы, КТК.